Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қарапайым 3 қана заттан тұратын үй жағдайында қант қатыру дайындап көрсететін боламын. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен отқа төзімді ыдысымызға бір банка қойытылған сгущенка қосатын боламыз. Сгущенканың сапалығы өте маңызды емес, қандай сгущенка пайдалансаңыз да өз еркіңіз. Және оның үстіне қантымызды саламыз және холодильникте тұрған сары майымызды қосатын боламыз. Сары майдың міндетті түрде майлылығы 72%-тен жоғары болу керек. Барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Және де араластыру барысында оттың астын міндетті түрде орташа отқа қойыңыздар. Орташа отта біздің қантымыз, майымыз барлығы толықтай еріп, жайлап біздің қантымыз ери бастайтын болады. Қатты отқа қойсаңыздар, асты бірден күйіп кетеді. Міне видеода байқасаңыздар, уже еріп, түсі де өзгеріп бастап жатыр. Міндетті түрде қолмен қаттырақ араластырыңыздар, бар күштеріңізді салып, және біздің табамыздың асты мүлде жабыспайды. Араластыру барысы өте жақсы жүрсе. Және 15 минуттың ішінде біздің қантымыз осындай түске енеді. Осындай салқын суға кішкене ғана тамызып, қолдарыңызбен ұстасаңыздар, өз формасын ұстаса, біздің қантымыз дайын деген сөз. Кез келген формаға орналастырсаңыздар болады. Мен үйдегі тарелкаға үстіне сары май жағыңыздар, міндетті түрде сонда асты жабыспайды. Сұйық майдан гөрі сары май жаққан дұрысырақ. Және оның үстіне біздің қантымызды бірден құйып, бетін жаппай-ақ, бар жоғы 1 сағатқа немесе жарты сағатқа салқын жерге қойсаңыздар, қантты осылай бөліп аласыздар. Астынан өте оңай алынады. Және өзіңіздің қалауыңыз бойынша кесіп немесе сындырып, кез келген ыдысқа орналастырып, шаймен ішсеңіздер болады. Бұл қантты қатыру барысында бар жоғы 15 минут уақыттарыңызды алады. Пешке салған бетте 15 минут үздіксіз араластырсаңыздар, дәл менікіндей қантты сіздерде қатырып, өте дәмді қылып шыға аласыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, үйде отбасыларыңызбен бірге шай ішіңіздер, шайларыңыз тәтті болсын. Менің каналыма тіркеліп, осы видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.